Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, ерекше болып шығатын құймақтардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті заттарымыз: 1 литр сүт, 2 жұмыртқа, 100 грамм шекер, 100 грамм сұйық май қажет болады. Кейін електен өткізілген ұн қажет болады. Барлығын қосып жіберіп, жақсылап миксерлеп алатын боламын. Барлығын араластырып алғаннан кейін ұнымызға 1 қасық ас содасын қосып араластырып жіберемін. Ұнымызды аз-аздан қоса отырып араластырамын. Массамыз біркелкі болғанға дейін араластырып аламын. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Қатты қою да, сұйық та болып кетпеу керек. Ұнымызды қосып болғаннан кейін осылай көреміз. Одан кейін мен бөлек ыдысқа осы массамыздан алып 3 қасық какао қосып жіберетін боламын. Бұны бөлек араластырып аламыз. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Бұл какао қосылған құймағымыздан не жасайтынымды көресіздер. Қызып тұрған тапамызға шоколадный массамызды баклажкаға құйып, басын тесіп алдым. Қызып тұрған тапамызға құйып, өздеріңіз әртүрлі узормен жасай берсеңіздер болады. Өз фантазияларыңызға қарай тапаға құйып, құймағымызды пісіріп аламыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Дастарханның сәнін келтіретін құймақтар. Тағы да біреуін көрсетемін. Астын кішкене майлап жібердім. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша узор қоя бересіздер. Какао қосылған массамыз кішкене тұру керек. Құйғаннан кейін әйтпесе ағып кетуі мүмкін. Ақпен бірге араласып кетуі мүмкін. Сол үшін кішкене пісейін деген кезде ақ құймағымызды құйып, екеуін бірге пісіріп аламыз. Сол кезде осылай әдемі болып шығады. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Менің арнамда қажетті сілтемелердің барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден таба аласыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Осымен құймақтарымыз дайын. Өте дәмді, керемет болып шықты. Қып-қызыл болып сынбайды. Осы менің рецептіммен жасап көрсеңіздер болады. Ортасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша начинкалар салуларыңызға да болады. Мен еш нәрсе салған жоқпын. Осылай жесек те өте дәмді, керемет болып шықты. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақыттарда өте пайдалы рецепттермен бөлісіп отырамын. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.